Енді бөлшектерді бөлеміз. Оны қалай бөлеміз? Бөлшектерді қалай бөлеміз? Мысалы, 7-ден 1 бөлу 14-ден 3. Мынау жай бөлшектер. Жай бөлшектерді бөлген кезде біз бөлуді көбейтуге айналдырамыз. Көбейтуге айналдырған кезде қараңыздар, көңіл аударыңыздар. 7-ден 1 бөлуді көбейтуге айналдырамын. Яғни одан кейін тағы бір нәрсе өзгеру керек қой. Өзгерген кезде мына екі көбейткіштердің, алым мен бөлімнің орындары ауысады. Мына жерде жоғарыда, яғни алымда орналасқан сан бөліміне кетеді, бөлімінде орналасқан сан алымына кетеді. Тең. Бір бөлшекке жазамын. 7 көбейтілген 3 алымына 1 көбейтілген 14. Тең. Екеуі де қысқарады. Екеуі де 7-ге қысқарады. Мен көріп тұрмын. Яғни екеуін де 7-ге бөлсем 2, екеуін де 7-ге бөлсем 1. Сонда 7-ні 3-ке көбейтсем 3, 7-ні 1-ді 3-ке көбейтсем 3, 1-ді 2-ге көбейтсем 2. Сонда 2-ден 3 деген бөлшек шығады екен. Ары қарай тағы да 5-тен 17 көбейту 45-тен 34. Осы екі бөлшекті бөліңіздер деп тұр. Бөліңіздер дейді. Енді бұл екі бөлшекті бөлу үшін мен көбейтуге айналдырамын. Көбейтуге айналдырғанда бірінші бөлшек өзгермейді. Көбейтуді қоямын. Екінші бөлшектерінің орындары ауысады. 34-тен 45. Тең. Енді бір бөлшекке жазып аламын. 5 көбейтілген 34, 17 көбейтілген 45. Тең. Яғни қысқартуға кеп тұрған сандарды мен көріп тұрмын. Яғни 37 мен 14 қысқарады. Екеуі де 17-ге бөлінеді. 37-ні 17-ге бөлсем 2 деген сан шығады. 17-ні 17-ге бөлсем 1 деген сан шығады. 5 пен 45 соңғы цифрлары 5 болғаннан кейін ол 5-ке бөлінеді. 5-ке бөлінгіштік қасиеті бойынша екеуін де 5-ке бөлем. 9 қалады. Мына екеуін де бөлем 1 қалады. Тең. Бөлім мен бөлім көбейтемін. 1 көбейтемін 2. 1-ді көбейтемін 9-ға. Тең. 2-ден 9. Енді 2-ден 9 дегеніміз ол бұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшекті араластан айналдырамыз. 4,9-дың ішінде 2 4 рет кездеседі. 1 қалдық қалады. Сонда 4,2-ден 1 деген сан шығады екен. Енді осымен ары қарай аралас сандарды қалай қысқартамыз? Сол бойынша қазір тағы есепте түсіндіремін. Кішкене кішірейтейік. Бүйтейік. 1,2-ден 1 бөлемін 2,3-ден 1. Мына екі бөлшекті аралас бөлшек. Мынау аралас бөлшек, мынау аралас бөлшек. Арасында бөлу тұр. Енді бөлуді біз қалай орындаймыз? Бірінші аралас санды міндетті түрде бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Яғни 2-ден бұрыс бөлшекті аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыруды білеміз біз. 2-ні 1-ге көбейтемін, оған 1-ді қосамын. Сонда 3 деп мына төбесіне жазамын. Бөлімі ешқашан өзгермейді. Бөлу. Бұл жерде тура сондай. Бөлімі өзгермейді. Әзірше бөлуді қоямын. 2-ні 3-ке көбейтемін. 3, 6, оған 1-ді қосам, 7. Тең. Енді бөлуді көбейтуге айналдырамын. Бұрыс бөлшекке айналдырдым, одан кейін барып көбейтуге айналдырдым. Сонда 2-ден 3 көбейту бөлімдер ауысады. 7-ден 3. Қысқаратын сандар көріп тұрған жоқпын. Алым мен алым ешқашан қысқармайды. Алым мен бөлім ғана қысқарады. Немесе бұлай қысқартуға болады, немесе бұлай қысқартуға болады, немесе бұлай қысқартуға. Ал бұлай қысқартуға болмайды. Бұл екеуі көбейтіледі. 2-ге 7-ні көбейтемін, 3-ге 3-ті көбейтемін. Сонда шығады 9 астында 14. 14-тен 9 деген бөлшек шықты.
Енді тағы бір есеп шығарайық осы аралас сан бойынша. 3,7-ден 5 бөлу 2,5-ден 4 тең. Екі аралас санды бөл деп тұр. Яғни қайтадан естеймін. Бұрыс бөлшекке айналдырам. 7-ден 3-ке 7-ні көбейтем 21, оған 5-ті қосам 26. Бөлу 5-тен 2-ге 5-ті көбейтем 10, оған 4-ті қосам 14. Тең. Енді ары қарай не істеймін? Бұрыс бөлуді көбейтуге айналдырам. Бөлуден кейін тұрған бөлшектің орындарын ауыстырам. 7-ден 26 көбейту астында 14-ден 5. Екеуінің орнын ауыстырдым. Енді қысқаруға келеді ау деген сандарды қысқартамын. Сонда 7 көбейтілген 14, 26 көбейтілген 5. Тең 26 мен 14 қысқарады. Екеуі де 2-ге қысқарады. Екеуін де 2-ге қысқаратын болсам, 7, мына жерде бізде 13 қалады. Болды, я? Сонда 7 көбейтілген 7, 13 көбейтілген 5. Көбейтемін 49, екеуін көбейтетін болсақ 65. Енді мынау 49-дан 65. Бұл бұрыс бөлшек, алымы үлкен. Сол себепті не істеймін? Аралас санға айналдырамын. Тең. 65-тің ішіне 49 бірлік кездеседі. 1,49-дан 16. Міне, әдемі сан шықты. Ал енді осы қарқынмен сіздер маған мынандай бір есепті шығарып жіберсеңіздер, көрейік, қалай шығара аласыздар ма, шығара алмайсыздар ма? Түсіндіңіздер ме, түсінбедіңіздер ме? 2-ден 1 көбейтілген бөлу 3,3-ден 1. Мынаның жауабын комментарийға жазып жіберсеңіздер болады. Сіздердің көріп отқаныңызды мен осы жерден түсінемін. Мүмкіндігінше тағы да ары қарай видео саламын.